Шиелі ауданы Нартай Бекежан ауылының тұрғыны, Ұлы Отан соғысының ардагері Байжанов Сәрсенбек атамыз 1924 жылы дүниеге келген. 1943 жылы Сталинград үшін айқаста фашистік әскерді қоршауға алу ұрыстарына қатысып, жарақаттанып, тылда ем алып, елге оралғаннан кейін, тылда майдан үшін еңбек еткенін, өзінің соғыс жылдарындағы басынан өткен ауыр кезеңдері мен, жаумен күресте соғыс майданы мен тыл жұмысында жүргенін айтып, біраз ой бөлісті. Ұлы жеңіс күні тарих төрінен орын алатын, қуанышты да қайғылы рухы биік мереке. Бұл мейрам соңғы демі қалғанша күрескен жан қияр ерліктің нәтижесі. Жеңіс жалауы желбіреген күн, халқымыздың ерлігі мен даңқының жарқын көрінісі. Осындай айтулы мерекеде атамыз, болашақ өскелең ұрпақ, еліміздің намысын қорғаушы, білімді ұрпақтарына, отанға адал, елге қайырымды, еңселері биік, мерейлерің үстем болуын тілеп, ақ батасын берді. Неміс фашист басқыншылармен болған алапат соғысты басынан өткеріп, елге оралғаннан соң, шаруашылықтың қара жұмысын атқарып, майданнан ере келген ауыр дене жарақатынан асқына бастаған соң, есеп-қисап саласында еңбектеніп, біраз өмір тауқыметін көрген. Әрі әнші, әрі домбырашы, өнерпаз кісі болған соң, педагогикалық училищені таңдап бітірген соң, бірыңғай ұстаздық жолға бет бұрады. Өзінің жарты ғасыр өмірін жас ұрпақтың білімі мен тәрбиесіне арнады. Атамыз барынша өзінің әділдігімен, тазалығымен, жинақылығымен, сырлы да сынды сөздерімен балалардың жүрегінен орын таба ала білген ұстазымыз қазіргі таңда ұлағатты ұстаздың алдынан қаншама ұрпақ, жүздеген шәкірт, сапалы білім, саналы тәрбие алып отыр. Биыл жеңістің 75 жылдығы 1941-1945 жылдары қолдарына қару алып, майданға аттанған бала жауынгер бүгінгі ұрпағына айтары көп, әйгілі өнегелі қарияға айналып отыр. Осындай қарияның бірі соғыс ардагері, Қызылорда облысы Шиелі ауданы Нартай Бекежанов ауылының құрметті азаматы Сәрсенбек Байжан көкемізбен сұхбаттасқалы отырмыз. Ай, бәрекелді. Көке, неше жасыңызда майданға аттандыңыз? Мен 18-ді толтырып, 19-ға бүгін шыққанда, сол күні пәвеске шықты ғой. Сол артқа қаратқан жоқ. Осы елде ойын тегін команда не военкомат барады, сол пойызға мінгізіп жіберді ғой. Қай жерде майданда болдыңыз? Мен Сталинград маңында майданда болдым, бірақ Сталинградтың өзіне барған жоқпын. Сталинградты әлгі Паулюс деген немістің несі бет маршалы басып аламын деп жатты ғой, келіп 400-300 мың әскермен бе Сталинградты басып қалады. Соны аламыз деп, оларға біздің әскерлеріміз, басшыларымыз ультиматум қойған. Сендер неңді соғысқа қатыссаңдар, адамдарың өледі, біздің де адамымыз өледі. Сондықтан сендер қатыспай-ақ, сендер бұл соғыстан жеңілесіңдер бәрібір. Сондықтан сендер жеңілу үшін әрекет жасап көрем дейсіңдер, ол болмайды. Сендер әскери қару-жарақтарын тастап бізге беріліңдер, түгелдей ауылдарыңа, түгел аман-есен қайтаруды біз міндетімізді қалайық деп, біздің мына Жоков, неғылда Рокоссовский деген екеуі де маршал қойын. Сол айтып ультиматум қойған. Оған олар көнбей, мен Сталинградты алмадым болсам, біраққа келмеймін ғой деп жаңаға Паулюс деген
marshal жатып алды. Одан кейін амал жоқ, соғыс болды, соғыс болғанда biz soğukla yakında bara verdik. Ardından başka adımlar. Бүгінгі егеменді елдің жас ұрпақтарына не айтар едіңіз? Иә, мен өзіміздің елдің ұрпақтарына мұндай соғысты көрмеңдер, біздің көрген қиыншылығымызды көрмеңдер, көзіңдер біздің жақсылығымызды көріңдер, жеңісімізді көріңдер. Дендеріңіз сау, өмірлері ұзақ болып, рақат өмір сүріңіздер деп алғыс беремін оларға. Әумин. Адам ұрпағымен мың жасайды дегендей, деніңіз сау болып, Алланың берген жасын жасап, аман болыңыз. Амин, амин, амин. Бізге сұхбат бергеніңізге көптен көп рахмет. Өсіріп отқан бала шағаңыздың қызығын көріңіз. Амин. Бақытты күндерде жолығайық. Амин, рахмет. Жүректерді тірілетіп ой солар. Еске түссе сол қасірет сол жолдар. Бойласақ та терең кетіп түбіне. Ашылмаған әлі қанша бар сырлар. Отан үшін отқа түстің күймедің. Осы бір ұлағатты сөзден мен толқыдым да таң тамаша күйгендім. Тау басына талпынуды үйрендім. Нендей заман өткеніммен басыңнан, естік белем өзің жайлы жасымнан. Әрбір сөзің рух береді өзіме, батылдығым табылардай қасымнан. Тұлғалана үстер сенің шоқтығың. Телбіреніп толқымашан жоқ бүгін. Барған сайын даңқың ата биіктеп, өзің күткен соқты сағат соқты күн. Еренбегің ел есінде мәңгілік, атың тұрар елімізде жаңғырып, ұлы отан соғысының батыры Сәрсенбек болып, сақталуы заңдылық. Ұстаз болып, еңбегіңіз бағаланып, шәкірттерің қазірде қадамынып, жеңістің 100 жылдығын көруіне жазсыншы жас ақынның арманы қып.